Мынау мысалы біздің бір дөңес көпіріміз болсын. Осы көпірдің үстіне 20 метр секундық жылдамдықпен өтіп бара жатқан автомобильдің ішінде отырған жолаушының бір сәтте салмақсыздық сезінетін бір жағдайда осы көпірдің радиусы неше екенін табу керек. Мысалы, осы автомобильдің ішінде бір адам отыр деп айтатын болсақ, шофер отыратын болса, осы шофердің орындыққа түсіретін бір салмағы mg болатын болса, осы шофердің отырған столы оған төбеге қарай бір n деген күшпен көтеретін болса, және осы автомобильдің көпірдің үстінен қозғалыс жасаған кезде автомобильдің центрге қарай бір үдеуі болады. Енді Ньютон екінші заңын қолдана отырып, ол бізге күштердің қосындысы ma-ны береді. Енді осы жолаушыға әсер етіп екі күш бар болатын болса, ол mg алынған n болатын болса, ол бізге ma-ны береді. Енді шеңберлік қозғалыста біздің үдеудің формуласы v квадрат бөлінген r болатын болса, жолаушы салмақсыздық сезінетін кездегі біздің n ол 0-ға тең болады. Енді осы формула арқылы mg бізде m v квадрат бөлінген r болады. Массалар қысқарған соң r бізде v квадрат бөлінген g болады. Енді жылдамдығымыз 20 болатын болса, 20-ның квадраты бөлінген 10 бізге береді 40 метрді. Жауап С.